Hatalar boşlama. Yağında sabah bitiğinde batıran gözü bağırlıktan koyulmasında. Yapma. Tamam, koşatma var mı? Ekonomika, bağlığa, yüzüge. Kıyın, bir tutmayacak. Alttan hatta aşağılar. Kim olacak? Yani spor hava oyununda da topladığında çalaklı başlaymış. Sabah kalkıldığından bağırlığının rezat düşürüp yatır. Yüzü batırır. Ne koşulur varsa sabahtan koşulur. Bu karalık sportta damatlı ölçüsünde manalar niyetinde pandemiye bağlantıda genişlikli sabahın müfizum aklı yapacağımız sabah günü 3 bölümden tarafını biliyorsunuz dayandık bölümü, iyi bölümü, korkundu bölümü. Dayandık bölümünde deneyeni kızdırır oladı. Jalsa dayandıkları safta turasınlar. Ikinciden saftaga kozgatışlar oğunga solga hakka yanına değindi. Odan keyin yürüyüş, jay yürüyüş, kattıra yürüyüş, sportla yürüyüş, jay yürüyüş, kattıra yürüyüş, jay yürüyüş, ondan yürüyüş gezide orada atacaklar. Yürüyüş gezide orada atacaklar. Kolda alga koyup, sizeni yukarı götüremiz, yürüyemiz. Odan keyin yaptıklar. Kolda canına verip, çekirip aylandırırız. Oğunga, solga. Bunu algalara aylandırırız, sonrakinden arkalara aylandırırız. Sonra oğunu yıkpenen algalara yürüyoruz. Odan keyin çekirip varıp, kolda aylandırırız. Sol yıkpenen yürüyoruz algalara. Mümkün arkalara yürüyoruz aylap. Oğunu yağımızdan karab. Odan keyin barıp qanday jatırlar jasaymiz, qaysini aytasizlar? Yugurib bara жатқан кезде qanday jatırlar жасауға болады? Qaysini aytasыңдар? Естіп жатсыңдар ма сендер менің даусымды? Біреуің сөйлесеңдерші, естіп жатырмын. Иә, естіп жатырмыз. Дұрыс. Сөйтіп қойыңдаршы. Ата мен қайда сөйлегенімді білмей жатырмын. Жүгіріп бара жатқандағы жаттығуларды қалай орындалу керек екендігін білесіңдер ғой, иә? Sonumenин
Kosulu oң ayak bilen ayakta ağustırıp kres gibi jasap жүрүү, oң жагы менен сол жагы менен кres жасап жүрүү. Sonday жаттығуулар жасап болғаннан кейін денені қыздырып болғаннан кейін одан кейін барып бір орында тұрып жасалатын жаттығуулар. Bir oranda тұрып жасалатын жаттығуулар. Қайсысын айтып бере аласыңдар? Bir oranda тұрып жасалатын жаттығуулардың түрлерін. Айта аласыңдар ма? Негізгі тұрса тұрып. Айтсаңдаршы. Bir жаттығудың түрін айтып беріңдерші. Bir oranda тұрған кездерде. Негізгі тұрыс аяқты иықтың кеңдігінде қойып, бір дегенде қолды жанына жібереміз, екі дегенде жоғары көтереміз, үш дегенде жанына қоямыз, төрт дегенде бастапқы қалыпқа келеміз. Осы жаттығуды жасабасыңдар ма? Спортивный киімді киіп алыңдар ма? Спорттық киімді киіп алып деп есептей береміз. Сонымен келесі жаттығуымыз иықта, аяқта иықтың кеңдігінде қойып қоямыз да, қол белде, бір деген кезде қолды жанына оң жаққа қарай созып жанына жібереміз. Екі дегенде бастапқы қалыпқа, үш дегенде оң жағына. Қайталап айтамыз. Негізгі тұрыс аяқ иықтың кеңдігіндей, қол белде. Bir degende oң жаққа бұрыламыз, қолды жазамыз. Екі дегенде бастапқы қалыпқа келеміз. Үш дегенде сол жаққа, төрт дегенде бастапқы қалыпқа келеміз. Келесі жаттығуымыз. Аяқты иықтың кеңдігінде қоямыз да, бір дегенде оң аяққа қарай тізені бүктестен еңкейеміз. Екі дегенде бастапқы қалыпқа келеміз. Үш дегенде сол аяққа, төрт дегенде бастапқы қалыпқа. Осы жаттығуларды жасаймыз. Осы жаттығулардан кейін біз қандай жаттығуға өтуге болады? Жаттығулардың түрлері көп. Мен айтыңдаршы. Мүмкін жаттығуды көп түсіңдер ме? Анық көрініп тұр ғой сендерге, иә? Көрініп тұр ма? Айтсаңдаршы көрініп тұрса. Мені барлықтарын шығып кеткенсіңдер ме? Қосыңдаршы біреуін. Мына сурет көрініп тұр ма сендерге? Иә, көрініп тұр. Осыны айтып беріңдерші, қалай жасалдың жаттығуды жаттығу. Негізгі тұрыста қалай тұрды, жаттығуды қалай жасап жатыр. Ал мен айтайын, негізгі тұрысымыз аяқты кең алшақ ашамыз, қолды белге қоямыз. Bir деген кезде оң аяққа қарай қолды тигіземіз де, қолды жоғары көтереміз. Екі дегенде бастапқы қалыпқа келеміз. Үш дегенде келесі жағына жасаймыз. Төрт дегенде бастапқы қалыпқа келеміз. Осы жаттығулар. Мына жаттығуды көріңдер енді. Алға қарай bir qadam жасаймыз, қайтадан орнына келеміз. Алға қарай ұмтылып. Көрдіңдер ме? Осы жаттығуды жасай аласыңдар ма? Жасай аламыз деп айтсаңдаршы. Осы жаттығулардың әрқайсысы біздің денемізге пайдасы тиетін жаттығулардың бірі.
Bizim boyumuzdagi 5 qatjet ko'rish, жылдамдық, төзімділік, иілгіштік, ептілік қасиеттерді дамытуға арналған жаттығулардың бірі. Şimdi basketbol topta bir-birlerine laqtırу. Жаттығулардың барлығын жасап болды. Кейіп девесеттей. Енді допты bir-birlerine laqtırып атсындар. Допты қағып аласындар, қағып алған кейін аяқтан. Қағып алатын кезде bir қадам алға жасап барып қағып аласындар. Қайтадан орындарына бастапқыға алып барасындар, допты берер кезде қайтадан bir қадам алға жасап допты бересіңдер. Мен дуалға сүйеніпті. Аяқты жоғары, алға. Шведский стена дейді. Шведский саты. Осы сатыға жанына қойып ұстап тұрып, аяқты жоғары көтереміз. Сендерге атып көрсетіп отырғанда жаттығулардың түрлерін айтып кетемін. Мінекей денені дамытуға арналған жаттығулардың бірі. Бұл енді мына кішкентай ғана тасты екқа салып, оны тренажерный залда жасайтындар басқалықта жасауға болмайды. Жаттығулардың түрлері. Жүгіру кезіндегі жасалынатын жаттығулар. Отжимание көрдіңдер ме мүмкін? Қалай жасалынатын? Негізгі тұрыс. 4 тағандап тұру. 1 деген кезде артқа, 2 деген кезде бастапқыға алып бару. Және тура сол жаттығуды сретімен көрсетіп тура сол жаттығуды осы әдіспенен қолдануға болады. Мына жүгіру кезінде орындалып жатқан жаттығулар. Бастапқыда тұрғандағы отырасың, алға қарай. Мұны жүгіресің, қайтадан тізеге өтесің, тізеге отырасың, тізеңді жүгіресің, оны кейін 1 қадам алға жасайсың. Осы жаттығуларды жасалатындар деп ойлаймын. Енді мына жаттығу. 1 тізені жоғары көтеріп, 1 орында тұрып жасалынатын жаттығулардың бірі, және оны жүгіріп бара жатқан кезде жасалынатын жаттығулардың бірі деп айтуға болады. Секіріп өту. Енді бұл сендерге істеу қиын, оны спортсмендерге арналған жаттығулардың бірі. Шпақат тұрып барып жасалынатын жаттығулар, оны сендерге істеу өте қиын. Шын айтқанда бұл жаттығулары мына орындыққа секіріп шығасың, қайтадан түсесің. Немесе 3 орындықты қатарынан қойып қойсың, бір-біріне секіріп өтесің. Бұл жаттығу әр жылдамдықты арттырады, сонымен қатар ептілікті дамытады, аяқ бұлшықеттерін дамытады. Енді ер балалар қатысып отырған болса, футбол қалай тебу керектігін білеміз. Bir орында тұрып, мынау 1 қадам жасап жүгіру кездері қойылды. Секіруді үйрету әдістері. Алдымен мына істейтіні көрсетіп тұрмын. Бұл жүгіруге арналған старттан тұру. Төменгі старт деп атайды. Төменгі тұру. Мына секіру кезеңі. Әрбір осы жаттығуды орындау кезінде саналық түрде орындау керек.
Егер саналы түрде орындамайтын болса, бұл жаттығудың дұрыс шықпай қалады. Мысалы алатын болсақ, жүгіріп келіп мына тақтайдың үстіне аяқты дәл қою, сөйтіп барып секіру. Бұл ұзындыққа секіру кезіндегі қолданылатын. Осының барлығын ойланып барып, саналы түрде істемейтін болсақ, онда біздің секіру жаттығуларымыз дұрыс орындалмайды. Секіріп, жаңа орындарын аяқтарды ауыстыру. Бұл жаттығу сендерге мына жаттығу. Бұның бастапқы қалпы қол кешетін тұрады да, аяқты көтеріп. Бұл жаттығу жасай аласыңдар ғой. Осы сендерге үйлеріңе тапсырма, осы жаттығу жасау. Мына бірінші тұрған жаттығу аяқты шынашаққа тигізу. Кезегіне. Бірінші оң аяғыңды, кейін сол аяғыңды аяқты артқа тастау әдісі. Бұның барлығы жүріп бара жатқан кездегі жасалынатын жаттығулар. Әзір спортта киімде болатын болса, болсаңдар әзір осы жаттығуды жасауларың керек. Спортта киімде емессіңдер ғой. Егер спортта киімде болса, әзір мұны алдарыңа қойып тұрып, маған көрсетулерің керек еді осыны. Солай ғой. Барлықтарың әзір алдында тұрсыңдар. Жүгіріп бара жатырмыз, допты алға, артқа айландырып, бұл негізі баскетбол сабағында орындалатын жаттығулардың бірі. Мына жаттығу, қандай жаттығу дейміз? Жүгіріп бара жатыр, аяқты алға. Аттап барып жасалынатын жаттығулар. Міне өре қарай жүгірген кезде қандай қасиет дамиды? Кім айтады? Көзіміздің қасиеті және аяқтың бұлшық еттері не болады? Аяқтың бұлшық еттері дамиды. Шалқаларынан жатасында да бұл күйені көтеретіндер жоғары. Осы жаттығуды жасай аласыңдар ма? Алып жасаңдар кәне. Жоғалтты. Buna biyiklükte sekirip шығасыңдар, қайтып секіріп жүрді. Бұның орнына гимнастикалық орындықты қолдануға болады. Бұның бәрін сендерге айтып көрсетіп жатырмын. Мына жаттығуды үйлерінде орындайсыңдар. Енді мына жаттығуды үйлерінде орындай алмайтындар, сабаққа келгенге де орындайсыңдар. Мына жаттығуды орындай аласыңдар. Аяқтарыңды кең қойып, тура осы жаттығуды жасаңдар. Жасауға бола ма, болмайды?
Qayсын айтып бересіңдер бұл жаттығудың түрін. Өздерің жақсы көретін бұл жаттығуларды айтыңдаршы біреу. Мұндайсы суреттеріңді қойып қойып үндемей отырсыңдар ма сендер барлықтарың? Әбден қу болып алдыңдар ғой, иә? Зум деген. Иә, зум деген сабақты өткен кезде барлықтарың суреттерді қоясыңдар да өздерің жоқ көресіңдер. Кән мына жаттығуды біреуін қайсың айтасыңдар? Қалай орындалып жатқанын? Мен бұлай барлығын көріп отырмын, қараңыз. Барлығы суреттерін қойғанда кетіп қалған. Иә. Мен өзім ақымақтау едім, мен одан бетер ақымақ қалатын болдым. Ешқайсысы сөйлейін деп жатқан жоқ қой. Бірақ сабақ бітетін кезде ең ақырында барлықтарын көріп тұрасыңдар. Мен суретке түсіріп алам. Сөйтіп оны деканатқа көрсетемін, мінекей зумменен сабақ өтілді. Мынанша студент сабаққа қатысты деп айтамын. Көште дамытуға арналған жаттығулар түрлерін көрсетейін сендерге. Көште дамытуға арналған жаттығулар. Мына жаттығуды көріп тұрсыңдар ма? Қандай әдемі еді. Mına jаттығуды жасай аласыңдар ма? Кәдімгі жасаңдаршы кәдімгі. Әдемі деп тұр. Кім жасайды? Осы жаттығуды жасаңдар. Bunu күшті дамытуға арналған жаттығулар деп аталады. Bu jаттығуды істей аласыңдар ма? Істей алатын болсаңдар кәдімгі істеңдер. Мына жаттығуды. Қандай әдемі жаттығулар. Мына жаттығулар тұрыш. Қандай сымбатты, әдемі болып шығасыңдар. Мына жаттығуды дамытуға арналған, мына күшті дамытуға арналған жаттығулар. Мына жүгіруге, старттан шығу, 100 метрге жүгіру. Старттан тұру, әдістер. Осы жаттығулардың барлығын қайталайсыңдар. Сабақ өткеннен кейін өздерінше. Мына төзімділікке арналған жаттығу. Физиктікке жүгіріп бара жатыр. Дел ұмыт қалады. Мына жаттығулар. Көтеріп жоғары көтеріп. Мына жаттығуларды.
Korkusunda var. Üzerine götürüyor. Ne doğru. Acaba. Sihir. Topta. Yer vatandaşı. Biraz kendi çok kalıcı. Biraz da çok kalıcı. Yüzde sonra kelimede tatlı. Necdet Hoca sağda kalıcı seçimler. Sabahın bu çocuğu 5 metre vakit aldı. Korkmuyor özüne gelip yüzüğe tapsırma. Ya koşettiğini sindirdi. Nerede ağırlıkta koşettiğini yüzüğe tapsırma. Anday. Tapsırma yüzüğe tapsırma sindirdi. Bunları yaptığı da 24. yaptığı 27. yaptığı 26. yaptığı 27. yaptığı 28. yaptığı yok yaptığı çakaydılar. 32. yaptığı sefer şu yüzüğe tapsırma sindirdi. Vay aslında vazgeçecek ama. Bir sırasında olmasın dergi, sabahın bu türlü 5 miktar yok. 1 miktar vakit atacakların var mı? Ne bu bir kaçsın söylemişsin de. Nurcugit. Ağacın doğrusu çıkıp durmadı. Kravatı yağ doğdu. Yapsın. Rahmet. Bunda ikinci korkuturma ne buldu? Casabasındarma mı yaptı oldu? Casabası radyosundurma. Bu yaptıkların bağırlığını yüreğiniz alınlar. Bizim sabahın bütünde 1 minut vakit kaldı. 1 minuttan sonra sabahın bütünde.
20'de koy. Sen bardakların görünümleri ekranga düşürüp alalım. Muzcuk, muzcuk. Bulayırdan ne yapsın da bundan da yapıyorsun. Bulay ekranga çıksın şimdi. Bardakların ekranga çıkında ekranga bulay kötü. Bardakları ekranga koyun. Jalpı görünüyor için. Mangasanız mı? Ne bulmayasın. Mangas kaçtan? Ne olan da mı? Hiç bulmaya aldım. Bardakların görünümleri meteorite düşürüp alalım. Aral Bay görünüyor vücuda. Başkaları görünmüyor mu? Başkalarının da aşırı yapsın. Balıkların sol kolunda anlam burada. Başına sabahım bitti.